Қазақмыс тобының компаниялары аса әрі Ақтоғай кен орнын игеруді бастады. Қазіргі таңда директорлар кеңесі жұмыс жоспарын бекітті. Жоба бойынша күрделі шығындар сомасы 2 миллиард долларға жуық. Қаржыландыру Қытайдың мемлекеттік даму банкі арқылы берілетін 1,5 миллиард ақш доллары көлеміндегі несиелік желінің есебінен жүргізіледі. Несиенің жалпы сомасы 4 миллиард доллар. Ең ірі екінші жобаны қолға алғанымызға қуаныштымын. Бұл біздің қоржынымыздағы Ақтоғай кен орны. Ақтоғай Қытай шекарасынан 250 шақырым жерде орналасқандықтан стратегиялық әріптес болып саналатын Қытай елімен сауда-саттықты әрі қарай дамыту үшін аса тиімді болып есептеледі. Ақтоғай жаңа айтқанымдай біздің аса ірі екінші жобамыз. Бұған дейін бірінші ірі жобамыз Бозшакөл болатын. Ақтоғай мен Бозшакөл Қазақмыстың болашағы үшін үкілеп отырған ең ірі қос жобасы. Ақтоғай кен орнындағы құрылыс жұмыстары 2013 жылдың бірінші жартысында басталады. Кен орнындағы тотыққан кеннен мыс өндіру 2015 жылы басталады деп жоспарланған. Сульфидті кен байыту фабрикасының құрылысы 2016 жылдың басында аяқталады. Әрі сол жылы алғаш рет руданы байыту да іске асырылады. Рудник іске қосылғаннан кейін 50 жылдан астам уақыттың ішінде орта есеппен алғанда жылына 72 мың тонна катодтық эквиваленттегі мыс өндіріледі. Оның үстіне алғашқы 10 жылдың ішінде орта есеппен жылына 104 мың тоннадан мыс өндірілетін болады. Осы екі жобаның көмегімен 50 миллион тонна кен қазылып 240 мың тонна мыс өндірілетін болады. Яғни аталған жобалар бойынша өндіріс көлемі 2 есеге дейін артады. Тек қана аталған қос жоба бойынша 3 мыңға жуық адам жұмыспен қамтылады. Өндірісте әлемнің ең ірі компанияларына қолданылатын ең бірегей, ең заманауи технологиялар ғана қолданылып болады. Әрі жаңа технологияларды тек қана Қазақмыс компаниясының қызметкерлері іске асырады. Қазақмыс компаниясының бас директоры Олег Новачуктың сөзіне қарағанда, Ақтоғай кен орны Бозшакөлдің жобасына өте ұқсас. Сондықтан сол жерде жинақталған жобалық, конструкторлық және инженерлік тәжірибелерді жаңа кен орнында пайдалану жобаның тиімділігін арттыруға ықпал етеді. Біздің басты стратегиямыз тау-кен базасын ұлғайту арқылы компанияның қуатын арттыру болып табылады, және табатын табыстарымыздың барлығы қазақ елінің тау-кен базасын дамытуға инвестицияланатындықтан жоғарыда аталған екі жобаны қаржыландыру жөнінде шешім қабылданды. Қазақмыс тобының компаниялары Қазақстандағы ең ірі мыс өндіруші кәсіпорын болып табылады және әлемдегі көшбасшы 10 мыс өндірушілердің құрамына кіреді. Компанияның қарамағында жұмыс істеп тұрған 16 рудник, 10 кен байыту фабрикасы және 2 мыс балқыту өндірісі кешені бар. Қазақмыс сонымен қатар алтын, күміс, мырыш өндіреді. Өндіріс өзі өндіріп, өзі жеткізетін электр қуатымен және темір жол инфрақұрылымымен қамтамасыз етілген.